Натурал санның бөлгіштері, натурал санның еселіктері. 167-ші есеп. Бірінші. 35, 29, 28 сандарының барлық бөлгіштерін атаңдар. Бірінші 35 санның бөлгіштері. 1, 5, 7 және 35 сандары. Келесі 29 санның бөлгіштері 1 және 29. 28 санның бөлгіштері 1, 2, 4, 7, 14 және 28. Екінші, 4, 8, 13 сандарының әрқайсысының алғашқы 3 еселігін атаңдар. 4 санның еселіктері 4, 8, 12. 8 санның еселіктері 8, 16, 24. 13 санының еселіктері 13, 26, 39. 168-ші есеп. Бірінші, берілген сандардың бөлгіштерін жазыңдар. 9 санның бөлгіштері 1, 3 және 9. Келесі 14 санның бөлгіштері 1, 2, 7 және 14. Келесі 45 санның бөлгіштері 1, 3, 5, 9, 15, 45. 75 санның бөлгіштері 1, 3, 5, 15, 25, 75. Екінші, берілген сандардың алғашқы 4 еселігін жазыңдар. Бірінші 8 санның еселіктері 8, 16, 24 және 32. Келесі 11 санның еселіктері 11, 22, 33 және 44. 15 санның еселіктері 15, 30, 45, 60. 27 санның еселіктері 27, 54, 81, 108. 169-ші есеп. Берілген сандардың ішінен 120-ның бөлгіштерін теріп жазыңдар. Яғни 120-ның бөлгіштеріне 5, 15, 24 және 60 сандары жатады. Келесі 25 санының берілген сандардың ішінен 25-дің еселіктерін теріп жазыңдар. 25-дің еселіктері 50, 75, 100 және 125 сандары. 170-ші есеп. Бірі екіншісіне бөлгіш болатын сандарды теріп жазыңдар. Яғни 45 5-ге бөлінеді. Демек 5 және 45. Келесі 8 және 34. 34 8-ге бөлінбейді. Келесі 17 және 51. 51 17-ге бөлінеді. Демек, бірі екіншісіне бөлгіш бола алады. 17 және 51. Келесі 12 және 60. 60 12-ге бөлінеді. Демек, 12 және 60. Келесі 9 және 71. 71 9-ға бөлінбейді. 16 және 80. 80 16-ға бөлінеді. Демек, 16 және 80 жатады. Келесі 4 және 64 жатады. 23 және 115. 115 23-ке бөлінеді, демек жатады. Келесі 171-ші есеп. Сатушы 45 түп қалампыр гүлін әкелді. Ол әрбір гүл шоғындағы гүлдер санын бірдей етіп, неше тәсілмен гүл шоқтарын даярлай алады. Әр гүл шоғында неше гүлден болуы мүмкін. Ол үшін алдымен 45-тің бөлгіштерін жазайық. Яғни 1, 3, 5, 9, 15 және 45. Демек, осынша гүл шоқтары бола алады. Яғни 1, 3, 5, 9, 15 және 45 гүлден болуы мүмкін. 172-ші есеп. Әрбір қорапшаға 12 килограмм кәмпит салынған, қорапшаларды ашпай 36 килограмм, 45 килограмм, 60 килограмм кәмпит даярлауға бола ма? 36 килограмм даярлауға болады, себебі 36 12-ге бөлінеді. Келесі 45 килограмм дайындауға болмайды, себебі 45 12-ге бөлінбейді. 60 килограмм даярлауға болады, себебі 60 12-ге бөлінеді. 173-ші есеп. 65 түп ағаш көшеттерін әр қатардағы көшеттер санын бірдей етіп, неше қатарға отырғызуға болады. Ол үшін 65-тің бөлгіштерін жазып шығайық. Яғни 1, 5, 13 және 65. Демек, 13 қатарға және 5 қатарға отырғызуға болады. Келесі 174-ші есеп. Бала себетті толтырып, қояндарға сәбіз әкелді. Ол себеттегі сәбіздерді 4 қоянға, 6 қоянға немесе 8 қоянға тең бөліп бере алады. Бала қояндарға кем дегенде неше сәбіз әкелді. Яғни біз 4, 6, 8 санына бөлінетін ең кіші санды анықтауымыз керек. Яғни ол 24 саны.
Демек, 24 4-ке бөлінеді, 6-ға да 8-ге де бөлінеді. Яғни кем дегенде 24 сәбіз әкеле алады. Келесі 175-ші есеп. Берілген сандардың ішінен бірінші 21-дің бөлгіштерін теріп жазайық. Яғни 21-дің бөлгіштері 3, 7. Келесі 90-ның бөлгіштері 3, 10, 18 және 30. Келесі 2-ның еселіктері 10, 18, 30 және 84. Келесі 5-дің еселіктері 10, 15 және 30 саны. 176-шы есеп. 2 және 3 сандарына еселік бола алатын ең кіші натурал сан. Яғни 2 мен 3-ке еселік бола алатын, яғни екеуіне де бөлінетін ең кіші натурал сан ол 6 саны. Келесі, екінші 6 және 8 сандарына еселік бола алатын ең кіші натурал сан ол, яғни оны табу үшін негізінде 6-ның еселіктерін жазып шығайық. Ол 6, 12, 18, 24 және 30. Келесі 8 санының еселіктерін жазып шығайық. 8, 16, 24, 32 және 40 солай кете береді. Яғни екеуінде де кездесетін ең кіші сан бұл 24 саны. Демек, 24 ең кіші натурал сан бола алады. Келесі 9 және 12 сандары. 9-ның еселіктерін жазып шығайын. 9, 18, 27, 36, 45 және тағы солай кете береді. 12 санының бөлгіштері 12, 24, 36, 48 және тағы басқа. Яғни екеуінде де кездесетін ең кіші сан бұл 36 саны. Демек, 36 саны ең кіші натурал сан. 15 пен 21. 15-тің еселіктері 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, дәл солай кете береді. Келесі 21 санының еселіктері 21, 42, 63, 84, 105 және 126. Демек, екеуінде де кездесетін сан бұл 105. Демек, 105 саны. Келесі 177-ші есеп. Бірінші 45-ке бөлгіш және 5-ке еселік сандарды жазыңдар. 45-ке бөлгіш сандар 1, 3, 5, 9, 15 және 45. Келесі 5-ке еселік сандар 5, 10, 15, 20, 25, 30 және тағы да басқалары. Келесі 92-ге бөлгіш және 23-ке еселік. 92-ге бөлгіштер, 92-ның бөлгіштері 1, 2, 4. Әрі қарай. Келесі 23, 46 және 92 саны. Енді 23-дің еселіктері 23, 46, 69, 92, әрі қарай 130. Так, 92-ден кейін 115. Келесі 138 және дәл солай кете береді. Келесі 120-ның бөлгіштері 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120 сандары. Ал 30-ға еселік сандар 30-дан 300-ге дейінгі сандар. Және 300-ден әрі қарай да кете береді. 330, 360. 178-ші есеп. Натурал санның бөлгіштер жұбының қасиетін пайдаланып, берілген сандар қандай санның бөлгіштері екенін табыңдар. Яғни белгісіздің орнына жазылатын тиісті сандарды тауып, жазуды толықтырыңдар. Яғни 1 мен 3-тің арасындағы сан бұл 2 саны. Келесі 1-ге 2, 3, 4, 5, 6 саны. Келесі бөлінетін сан.
8 саны, 8, 12, 16, 24 және 48 саны. Яғни бұл 48 санының бөлгіштері. 179-шы есеп. Шарлар тізбесін дайындау үшін 30 қызыл шар, 18 көк шар, 12 сары шар сатып алынды. Шарлар тізбелеріндегі бір түсті шарлар санын бірдей етіп, неше тізбек дайындауға болады? Әрбір тізбеде неше қызыл шар, неше көк, неше сары шар бар, кестені толтырыңдар. Ол үшін бірінші 30 әрбір санның жеке-жеке бөлгіштерін анықтайық. 30-дың бөлгіштері 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 және 30. Келесі екінші 18 санның бөлгіштері 1, 2, 3, 6, 9 және 18 саны. Келесі 12 санның бөлгіштері 1, 2, 3, 4, 6 және 12 саны. Яғни үшеуінде де бар сандар, олар мысалы 2 саны, келесі 3 және 6. Демек, енді берілген шарларды осыған бөлейік. Енді қызыл 30-ды 2-ге бөлсек 15, 30-ды 3-ге бөлсек 10, 30-ды 6-ға бөлсек 5-ге тең. Келесі көк шарлардың саны 18 болса, 18-ді 2-ге бөлсек 9, 18-ді 3-ге бөлсек 6, 18-ді 6-ға бөлсек 3-ге тең. Келесі сары шарлар 12 болса, 12-ді 2-ге бөлсек 6, 12-ні 3-ге бөлсек 4, 12-ні 6-ға бөлсек 2-ге тең. Келесі 180-ші есеп. 6 пакетке пішіндері бірдей сақиналар салынған. Осы пакеттердің біреуіндегі сақиналардың әрқайсысы 33 граммнан, ал қалған пакеттердегі сақиналардың әрқайсысы 30 граммнан. Шкаласы бар таразыда бір рет қана өлшеп, 33 граммдық сақиналар салынған пакетті қалай табуға болады? Алдымен бізге берілген 6 пакетті жеке-жеке қарастырайық, яғни бірінші пакет, екінші пакет, үшінші пакет, төртінші, бесінші пакет және алтыншы пакет. Яғни бізде барлығы қанша пакет болғанын табу үшін шамаларды қосып шығайық. Сонда 21 пакет болсын. Енді тек бір ғана пакеттің ішінде 33 граммнан, ал қалғанның барлығы 30 граммнан болса, демек алдымен 30-ды 21-ге көбейтейік. Сонда 630 грамм болады. Ал егер сақиналардың біреуінде 33 грамм болса, пакеттің біреуінде, мысалы бірінші пакетті алайық. Бірінші пакетте ғана 33 грамм, ал қалған пакеттің барлығында 30 граммнан болса, яғни 21 пакеттің біреуі 33 граммнан, ал 20-сы 30 граммнан болса, демек 33-ге 600-ді қосамыз, сонда 633 грамм болады. Егер 633 грамм болса, демек бірінші пакетте 33 грамм бар деген сөз. Немесе екінші пакетте 33 граммнан болсын, яғни 2-ні 33-ге көбейттік, ал 30 граммдық пакеттердің саны 21-ден 2-ні азайтсақ 19-ға тең болады. 2-ні 33-ге көбейтсек 66, 30-ды 19-ға көбейтейік. Сонда 570-ге тең болады. 66-ға 570-ді қоссақ 636 грамм. Яғни 636 грамм болса, демек екінші пакетте 33 граммдық сақина бар. Яғни әрбір пакеттерді осылай жеке-жеке анықтайтын болсақ, сонда 33 граммдық сақиналар салынған пакетті тез табуға болады. Келесі 181-ші есеп. Әуелде аялдамаға автобус пен троллейбус қатар тоқтады. Автобус аялдамаға 1 сағат 30 минут уақыт өткен сайын бір келіп тұрса, троллейбус 1 сағат уақыт өткенде қайтып келіп тұрады. Автобус пен троллейбус аялдамада қанша уақыттан соң бір-бірімен кездесіп отырады? Яғни 1 сағат 30 минут дегенді біз минутқа айналдыратын болсақ, демек 60 минутқа 30 минутты қосамыз, себебі 1 сағатта 60 минут бар. Сонда ол 90 минут сайын келіп отырады. Ал троллейбус 1 сағат өткен сайын келіп отырса, яғни ол 60 минут сайын келіп отырады. Демек,
Олардың қанша уақыттан кейін кездесіп отыратындарын табу үшін 90-ның еселіктерін жазайық. Яғни 90, 180, 270, не? 360, тағы да сол сияқты. 60-ның еселіктерін жазсақ 60, 120, 180, 240 тағы сол сияқты. Демек, ең кіші сан 180 болса, демек олар әрбір 180 минут сайын немесе сағатқа айналдыратын болсақ, 3 сағат сайын кездесіп отырады. Келесі 182-ші есеп. Натурал санның бөлгіштер жұбының қасиетін пайдаланып, теңдеудің натурал сан түбірін ойлап табыңдар. Яғни бірінші сан x болса, екінші сан бірінші саннан 5-ке кем, және олардың көбейтіндісі 24 болу керек. Демек, 24 саны қандай сандардың көбейтіндісі? Ол 1 мен 24-тің, одан кейін 2 мен 12-нің, одан кейін 3 пен 8-дің, және 4 пен 6-ның көбейтіндісі. Енді осылардың ішінде, яғни бірінші сан x, екінші сан одан 5-ке кем болса, демек ол 3 пен 8 болады. Сонда біздің x-іміз 3 болса, 8 болса, келесі санды табу үшін 8-ден 5-ті азайтамыз, сонда көбейтіндісі 24-ке тең. Келесі 78 саны, яғни бірінші сан x болса, екінші сан одан 7-ге артық болу керек. 78-дің көбейтінділерін жазып шығайық. Яғни 1 мен 78 саны, келесі 2 мен 39 саны, келесі 3 және 26 саны, келесі 6 мен 13 саны. Сонда айырмашылығы 7 болатын сандар, яғни ол 6 мен 13 саны. Сонда біздің x-іміз 6 болса, келесі 6-ға 7-ні қосамыз, сонда 78-ге тең. Келесі x және x плюс 8 сандарының көбейтіндісі 105-ге тең. 105-тің көбейтінділерін жазып шығайық. Ол 1 мен 105-тің көбейтіндісі, 105 3 пен 35-тің көбейтіндісі, келесі 105 5 пен 21-дің көбейтіндісі, және келесі 105 7 мен 15-тің көбейтіндісі. Яғни айырмашылығы 8 болатын сан ол 7 мен 15. Демек, x 7 болса, 7-ге 8-ді қосайық, сонда көбейтінділері 105-ке тең болады. Келесі 183-ші есеп бірінші а санының бөлгіштері. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15. Демек, а саны бізде 30-ға тең. Келесі в санының бөлгіштері 1, 3, 5, 15, 25. Демек, в саны 75. Келесі с санының бөлгіштері 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21. Демек, 42 саны болады. Және келесі д санының бөлгіштері 1, 2, 4, 8, 11, 22, 44 және 88 болады. 184-ші есеп x санының еселіктері. x 22, 33, 44. Яғни берілген сандарға бөлінетін сандар, демек 11-ге тең. Келесі y 18, 27, 36. Яғни y-іміз 9-ға тең. Келесі m 26, 39, 52, яғни m 13-ке тең, ал n 15-ке тең болады. 185-ші есеп. Жол жиегіне бір-бірінен 60 метр қашықтықта бағандар қағылған. Осы бағандардың арақашықтығын 10 метрге кемітіп, оларды жаңа бағандармен алмастыру қажет. Бірінші бағаннан неше метр қашықтықта алғашқы баған орнына жаңа баған түседі. Яғни, бірінші баған басында 60 метр қашықтықта болса, әр қарай 10 метрге кемітсе, демек онды азайтайық. Сонда 50 метр болады. Енді осы 60 метр мен 50 метрдің ортақ еселігін табу керек. Ол үшін 60-тың еселіктерін жазайық. 60, 120, 180, 240, 300 және 360 солай кете береді. Келесі 50-дің еселіктері 50, 100,
150, 200, 250, 300 және тағы басқалары. Демек, ең кіші болатын сан бұл 300. Демек, 300 метр қашықтықта жаңа баған түседі. Жауап С. Келесі 186-шы есеп. Данияр қағаздан ұзындығы 21 сантиметр, ені 15 сантиметр тік төртбұрышты қиып алып, оны қалдық қалдырмай бірдей квадраттарға бөлді. Әр квадраттың қабырғасы неше сантиметр, неше квадратқа бөлінді? Яғни бірінші біз осы қиып алынған тік төртбұрыштың ауданын табайық. Ол үшін 21-ді 15-ке көбейтейік. 315 сантиметр квадрат. Енді 21 сантиметр және 15 сантиметр. Әр қайсысының, яғни жеке-жеке бөлгіштерін жазсақ, 21-дікі 1, 3, 7 және 21. 15-дікі 1, 3, 5 және 15. Демек, бірдей квадраттар болса, демек олардың қабырғасы 3. Яғни екеуінде де 3 саны бар. Демек, әр квадраттың қабырғасы 3 сантиметр. Неше квадратқа бөлінді? Үш 315-ті 3-ке бөлейік, сонда 105 квадратқа бөлінеді. 187-ші есеп. Амалдарды орындаңдар. Бірінші, 68-ді 4-ке бөлсек, 17-ге тең. 17 қосылған 13, бөлінген 6. Қосу. 85-тен 28-ді азайтайық, сонда 57-ге тең. Қосылған 72, бөлінген 6-ны 3-ке көбейтсек, 18, азайтылған 11. Көбейтілген 18, азайту 189. Тең. 17-ге 13-ті қоссақ, 30-ға тең. Келесі 57-ні 3-ке бөлсек, 19, 72-ні 18-ге бөлсек, 4-ке тең. Сонда 30-ды 6-ға бөлсек, 5-ке тең. 19-ға 4-ті қоссақ, 23, 23-тен 11-ді азайтсақ, 12-ке тең. 12 көбейтілген 18, азайтылған 189 тең. 5 қосылған 12-ні 18-ге көбейтейік, сонда 216-ға тең. 5-ке 216-ны қоссақ, 221-ге тең, ал одан 189-ды азайтатын болса, 32-ге тең. 188-ші есеп. Жұлдызшаларды тиісті цифрлармен алмастырыңдар. Бірінші, 5-ке 1-ді қоссақ, 6-ға тең. Келесі, қандай санды 7-ге қосқанда 6 санымен аяқталады? Яғни 9-ды қояйық. 9-ға 7-ні қоссақ, 16-ға тең. 1-і жазылады ойда, 6-сы жазылып, 1-і ойда. Келесі, 6-ға ойдағы 1-ді қоссақ 7, ал 7-ге 3-ті қоссақ 10-ға тең. Демек, 695 пен 371 сандары. Келесі, 3 және 5. 3-ке 5-ті қоссақ 8-ге тең. Келесі, 6-дан қай санды алсақ 7-мен аяқталады? Яғни, 16-дан 9-ды алсақ 7-мен аяқталады. Яғни, бір қарыз берілді. 1-ге 1-ді қоссақ 2, жаңа ойдағы қарызбен 3-ке тең. Келесі, 2-ге 9-ды қоссақ 11, яғни 3-ке 9-ды қоссақ 12-ге тең. 2-сі жазылады, 1-ін ойда сақтайық. Келесі, 7-ге ойдағы 1-ді қоссақ 8 болады, демек бұл жерде 0-ге тең. Келесі, 9-дан 1-ді азайтсақ 8. 5-тен қай санды алсақ 0-ге тең. 5-ті азайтсақ 0. Келесі, 3-ке 7-ні қоссақ 10, яғни 0 жазылады. Бір қарыз берсек, ондан 7-ні азайтсақ 3. 5. 5-тің біреуі қарызға кетті. Яғни 5-тен 4-ті азайтсақ 1-ге тең болады.
осымен есептеулер аяқталды. Арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.